оңай болмайды. Егер бұл неде олар мұсылманшылықты түсінбей өтіп кететін болатын болса, онда ол неде өте қиын жағдай болайын деп тұр. Ол кезде уже олар бірімізге жәрдем ете алмай қаламыз ол күні. Ол күні пайғамбарлар өзінің туған баласына жәрдем ете алмай қалады. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи өзінің қызы Фатимаға айтатын: "Ей қызым Фатима, қамың жаса, әкең саған жәрдем етпейді" депші. Сол үшін шынымен де Аллахқа әркім өзінің қамын жасау керек. Сол үшін бұл дүниеде қолымыздан келгенше дұға жасайық, мүмкіндіктер берейік, оған оқитын бір кітаптар сыйлайық, оған айтар бір жақсы сөзімізді айтайық, көркем мінезімізді көрсетейік. Сөйтіп олардың дінге келуіне қолымыздан келгенше әрекет жасап көрейік. Өйткені әке-шешең намаз оқыса, әйелің намаз оқыса, бала-шағаң, досың, туысқаның намаз оқыса, үлкен нығмет. Бір жолы Қарағандыда жүрсем, бір бауырым маған звондайды, бейсенбі күні кешке: "Дарын брат, жұма күні уақытыңыз бола ма? Бір сәл ғана бір хабар бар еді." Сондай дауысы құбылып тұр да, құбылжып тұр, кішкене толқып тұр. Дарын ұстаз бір жолығу керек еді, бір мәселе болып тұр. Қарасам, дауысына қарап, қуанып тұрғанын да ажырата алмай қойдым, қайғырып тұрғанын да ажырата алмай қойдым. Не болғанын түсінбедім. Бірақ та енді маңызды екенін сездім. Жарайды, жұмада иншалла, ертең жұма күні болам, Қарағандыда жолығамыз дедім. Сосын жұмаға бардым, сосын жаңа миымде қалып кетті. Ананың дауысы мен миымде қалдырды. Бір маңызды болды. Не болды екен бұл? Не шаруа болды? Не болды ертең жұмаға дейін? Не болып қалды деп ойландым. Сосын кішкене ол жұмадан шықтым, балаларым бәрі үйіліп жатыр, бірақ ана жігіт келді, қарасам, кішкене былай абыржып, кішкене бір алаңдап, біресе қайта басын ұстап, сөйтіп маған жете алмай тұр екен. Сосын күтіп тұрмын, ол келді, кезегі бірақ та келді, Дарын ұстаз деп былай демігіп айта алмай жатыр да. Дарын ұстаз дейді, көзді бір қарасам, кішкене жас оянып тұрса, бір қайғылы нәрсе айтайын деп тұр ма екен, не деген ой келді. Дарын ұстаз, сіз білесіз бе? Менің әкем бар ғой, ойладым. Әкесі өліп қалды ма? Не дейді? Әкем бар ғой, намаз оқыды дейді. Намазға келді деп жылап жіберді. Бақыт қой ол деген. Әлхамдулилlah, қандай бақытты. Жәннатқа кіреді деген сөз ғой әкесі. Алла тағала біздердің де сол әкелеріміз имандарын күшейтсін, дінге келтірсін, бауырларымызды, туысқандарымызды келтірсін. Бұл үлкен қуаныш, шынымен де алып келгенде. Сол үшін бұл жаңағы мұсылманның сипаты, олар намаздарына бекем болады дейді. Енді келесі аятты қараңыз. Егер қайсы бір иман келтіргенде осындай сипаттар болса, ол сипаттардың ең маңыздысы намаз екен. Олар зекетке сондай ықтият болады екен. Олар зинақорлықтан өте алыс жүреді екен. Олар аманатпен уәдесіне өте бекем болады екен. Олар намаздарды және сондай уақыттарын бәрін жібермей оқуға тырысады екен. Егер кімде осындай қасиет болатын болса, не болады дейді? Улаика хумул варисун. Міне солар жәннаттың мирасқорлары дейді. Міне солар жәннат мирасқорлар. Және білесіздер ме қандай жәннатты мирасқорлар? Улаика хумул варисун. Міне солар мирасқорлар дейді. Алла айтады, олар дейді, әлләдина ярисунал фирдаус. Олар фирдаусты мирас қылатын дейді. Жәннаттың ең ұлысы, ең жақсы. Жәннат тұрасаң фирдаус тұра дейді. Кімде осы қасиеттер болса, сол фирдаус жанына кіруіне мүмкін туады екен. Хум фиха халидун. Олар онда мәңгі қалады дейді. Бұл мұсылманға қатысты аяттар еді. Енді келесі аяттар жалпы адамзат баласына қатысты, мұсылманға да, мұсылман емеске де, ол иман келтіруге, ақыл бар адамға дінге келуіне себепкер болады. Бір 10-15 минут соны айтайық иншалла. Сіздердің де уақыттарыңызға үнемді қылайық, біз өзіміздің уақыт үнемділік жасайық. Келесі аяттарында былай деп келеді. Валақад халақнал инсана мин сулалатин мин тин дейді. Біз адам баласын топырақтың асылынан, негізінен жараттық дейді. Енді біздің бастамамыз топырақ екен белгілі. Одан кейін сумма жаалнаху нутфатан фи қарарим макин. Одан кейін біз оны бір тамшы ұрық су ретінде жатыр деген бекем жайға сақтадық дейді. Бәріміз сол жатыр деген жайды дамығамыз. Бұл қарасаң бір өтте таңғалышты құбылысты. Таңғалмау мүмкін емес. Адам баласы өзі біз неден бір-ақ клеткадан бастадық қой? Бір клеткада қанша хромосома болады? 46. Ол жерде барады 23 жаңа хромосома тұратын клетка бір клетка құрайды да. XY бар еще. Қызы бар баласы. Сол барады бір клетка құрайды да. Ол деген микроскоппен көрінетін жорған нәрсе да. Сосын сол клетка не болса, бөліне бастайды, дұрыс па? Біреу екеу болады, екеу төртеу болады, әлі көрінбейді. Бірақ та ол 1000 болады, бірақ та миллион болған кезде бір түйіршік пайда бола бастайды. Одан кейін тағы да миллиард бола бастаған кезде кішкене бірдеңе пайда болады кезегі. Тағы да көбейе бастайды да, бұлшылдапша. Жаңағы не сияқты, жүзім сияқты біріне жабысып тұрған. Көбейе бастайды да, бір уақытта содан пішін пайда бола бастайды да. Таң қалатын нәрсе. Бұл өте таң қалатын нәрсе. Нан ашып адам айналып кеткен сияқты да. Бұл ананың бойында фи қарарим макин бекем жайда дейді да.
сол жерге апарып, сол бір әлсіз нәрсені қойып қойды. Міне шынымен қарасақ біз содан дамыдық. Енді кей кезде шынымен де біреуге айтсаң, развитый сперматозоид десең ренжиді, бірақ расында солай. Енді Аллах айтады: "Сумма жаална нутфатан фи қарарин макин", оны біз бекем, жатыр деген жайда сақтадық. "Сумма халақна нутфата алақатан", не дейді? Одан кейін сол жайдағы өзгерістер айта бастайды. Кейін біз ол ұрық суын алақатан бір сондай жаңағы алақа бір ұйған қанға айналдырдық дейді. Ұйған қанға айналдырдық дейді. Бірінші процесс. Жаңағы клеткамыз ұйған қанға айналды. Кейін айтып бастайды: "Фахалақнал алақатан мудғатан", одан кейін ол бір кесек етке айнала бастады дейді. Процесстер айтып келатыр. Клетка еді, ол жатырға барды, одан кейін ол не бола бастады? Ұйған қан бола бастады. Ұйған қан жаңағы бір кесек ет бола бастады. Бұл жердегі алақа деген сөздің өзінің бір және бірнеше мағынасы бар. Мудға деген сөздің бірнеше мағынасы бар. Алақа деген сөз арабтарда жаңағы бір ілінген затқа да айтылады. Алақа деп арабтарда сүлікке де айтады, мысалға алып келетін болсақ, ал жаңағы жатырға жабысқан ұрық соның бәрін атқарады да, ол жатырда жабысып салбырап тұрады да. Алақа, жабысқан нәрседе. Алақа деп ұйған қанға айтады. Ол шынымен ұйған қан. Алақа деп сүлік етеді. Сүлік дегенде бір нәрсе жабысса сорады. Ол сорада жабысып алып сора бастайды да өсе бастайды. Бүкілін қамтып тұр. Сондай дәлдікпен айтылған, және сол бір ұйған қан деген ады бір кесек еткен мудға деп айтып қойыпты. Мудға деп бір арабтарда мысалы бір сағыз шайнап шығарасың ғой. Сол шайнап тастаған нәрсені мудға деп атайды арабтар. Енді бір қызық қараңыз. Сағызды шайнап сіздің азотын салыңыздар шығарыңызшы. Неге ұқсайды? Эмбрионға ұқсайды. Эмбрионды білетін шығарсыздар, былай білмеймін. Бәріңіз оқыдыңыздар ғой. Болмаса ит балықтың жаңадан балып кеткен білесіздер ме? Соны ұстанасыздар ма? Бүкіл жаратылыс өзі соны ең бастапқысы несі? Осындай бір шайналған сағыздай болып басылады да. Қараңыз, ол бір кесек ет дегені дәл айтқанда көрінісі қандай болатын. Мудға шайнап мысалы, тістеп шағыз шығарсаң, соған ұқсап тұрады деп келеді. Фахалақнал мудғата айзаман, кейіннен кейін сол бір кесек еттен сүйек пайда қыла бастайды дейді. Бірақ қарап тұратын болсаң, жаңағы кішкентай бір тістелген сағыз сияқты нәрсені сүйек бірінші пайда болу керек, ет жаңағы ол нәрсе кейін пайда болады деп ойлайсың, бірақ сол мудғадан кейін сүйек пайда болады екен. Оны кәдімгі қазір біз медицина жақсы біледі. Осылай тұрады бір мөлдіреп бер шетін ар шеті көрініп тұрған бір қызыл ет, соның ішінде қап-қара точкалар пайда болсайды да, сол сүйектерді. Сол қап-қара точканың ішінде бастың сүйегі, қолдың сүйегі, мына саусақтың ішіндегі мына бір